Ассаламуалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін сіздермен жетістікке жеткен қоғамдалар орны үлкен тұлғалардың маңызды 5 әдетімен бөлісемін. Нөмірі 1. Ерте ояну. Жетістікке жеткен адамдар міндетті түрде ерте оянады. Себебі ерте тұрған адамның уақыты сол күні істеу керек болған жұмыстарын істеуге толықтай жетеді. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деген қазақтың нақыл сөзі дәл айтылған. Ерте тұру үшін күн батқаннан кейін түнгі намазды оқып алып, ертерек жатып ұйықтау керек. Егер ерте тұруға қиналсаңыз, онда ұйықтардан бұрын оятқыштың дауысын қаттырақ шығарып қойыңыз және оятқышты бөлменің екінші басына қойыңыз. Егер оятқыш қасыңызда болса, оны автоматты түрде басып тастайсыз. Өзіңіз байқамай қалуыңыз да мүмкін. Сондықтан оятқышты өзіңізден алыс жерге қойыңыз. Оятқыш шырылдаған сәтте оны тоқтату үшін төсегіңізден тұрып барып өшіресіз. Сонда ұйқыңыз ашылады. Нөмір 2. Көп кітап оқыңыз. Оқыған әрбір жаңа кітабыңыз миыңызды дамытып, оны көптеген жаңа мағлұматтармен толтырады. Кез келген кітап емес, жақсы кітапты таңдай білуіңіз керек. Сіздің көкжиегіңізді кеңітетін пайдалы кітап оқыңыз. Біліміңіз қаншалықты көп болған сайын кез келген қиындыққа дайын боласыз. Кітаптарды жиі оқыған сайын сөздік қорыңыз артып, ойыңызды жеткізу сізге оңайға соғады. Сондай-ақ, кітапты көп оқу сіздің жазу мәдениетіңізді де дамытады. Кітап оқыған кезде кейіпкерлердің есімдерін, олардың мінез-құлықтары мен айтқан сөздерін, басқа да маңызды ақпараттарды есте сақтауға тырысу керек. Мұның бәрі көп ақпарат қой дегіңіз келетін шығар. Алайда миымыздың ғажайып мүмкіндіктері бар. Қажетті санаған ақпараттарымыздың бәрін ми оңай сақтай алады. Таңғаларлық жайт, әрбір жаттаған ақпаратымыз миымызда арнайы жолдарды пайда қылады. Егер ол ақпарат бұрынырақ болған болса, онда ол сол жолдарды күшейте түседі. Кейін қажет жағдай туындағанда керек мағлұмат есіңізге бірден түседі. Кітап оқуға арнайтын уақытыңызды нақтылап белгілеп алыңыз және кітап оқуды күнделікті әдетке айналдырыңыз. Алланың қалауымен біліміңіз артып, жетістікке апарар жолда ол сізге көп көмек береді. Үшінші әдетке айналуы тиіс нәрсе денсаулықты күту. Өзіңізді күтіп, дұрыс ас ішіп, әрдайым жаттығулар істеңіз және зиянды нәрселерден аулақ болуыңыз керек. Денсаулықты күту сізге қандай пайда әкелетінін білесіз бе? Дене шынықтыру, жаттығулар арқылы сіздің физикалық, ментальдық және эмоционалдық жағдайыңыз мықты болады. Дұрыс тамақтанып, әрдайым жаттығу жасау, өзіңізді жақсы сезініп, көңіл күйіңіздің көтеріңкі болуына себеп болады. Өзіңізді дағдылау бастапқыда сәл қиындау көрінуі мүмкін, бірақ уақыт өте бәрі жеңіл болады. Үзбей жаттығулар жасап, дәрумендері көп ас ішіңіз. Денсаулығыңыз жақсы болса, үлкен жетістіктерді бағындыруға мүмкіндіктеріңіз артады. Төртінші әдет. Мақсатқа ұмтылу. Биік белесті бағындырғандардың жетістікке қалай жеткені сізді шабыттандыруы мүмкін. Иә, біз олардан көп нәрсе үйрене аламыз. Олардың жасаған қателіктерін жасамай, нені істеп, нені істемеу керектігін үйрене аламыз. Бірақ, егер сіз олардың жетістіктерін көру арқылы өзіңізді шабыттандырудың орнына, өзіңізді олардың жетістіктерімен салыстыра бастасаңыз, өзіңізге деген сеніміңіз төмендеп кетуі мүмкін. Қызғаныш пайда болып, жабығуға түсуіңіз мүмкін. Көбінесе өзіміздің жетістігімізді, немесе сәтсіздігімізді басқалардыкімен салыстырамыз. Есесіне уақытымызды жоғалтып, көңіл күйіміз нашарлайды. Егер үлкен жетістікке жеткен адамдармен өзімізді дұрыс көзқараспен салыстырсақ, мүмкін өзіміздің осал тұстарымызды анықтап, қандай бағытта көбірек жұмыс істеу керектігін табамыз. Сондықтан, егер әріптесіңіз жетістікке жетіп жатса, оған қызғана қараудың қажеті жоқ. Олай қарауыңыз, өзіңізді онымен салыстыруыңыз сізді көре алмаушылық сияқты дертке ұрындыруы мүмкін. Егер біреуді көре алмайтын болсаңыз, күйзеліске ұшырап, жетістікке ұмтылатын, дамитын уақытыңызда қалмайды. Алайда ол уақыт пен қуат өзіміздің дамуымызға, жетістікке ұмтылуымызға жұмсалуы керек. Сондықтан көре алмау, қызғану сияқты сезімдер бойымызда бар ма жоқ па бақылауымыз керек. Жетістікке жеткен адамдар өзгелермен емес, өз-өздерімен жарысатындарын айтады. Қорытындылай айтқанда олар өздерін дамытуға күштерін салады. Еш нәрсеге алаңдамай, тек көздеген мақсаттарына қарай ұмтылады. Басқалардың жетістіктерін қызғануға, көре алмауға уақыттарын босқа жұмсамайды. Бесінші әдет. Уақытыңыз шектеулі. Әрі өмір өткінші екендігін ұмытпау керек.
Уақыттың маңыздылығын түсінсеңіз, өзіңіздің әрбір күніңізді соңғы күніңіздей көріп, асқан жауапкершілікпен жұмсайсыз. Күн өткен сайын мақсатыңызға жету үшін аянбай тер төгіп, бүкіл күшіңізді саласыз. Үлкен еңбек арқылы үлкен жетістікке жетесіз. Еліне пайдасын тигізген тұғыры биік тұлғаға айналасыз. Жетістікке жету жолында қиындықпен күрес отырып, қабілеттеріңізді шыңдай бересіз. Жетістікке жеткен адамдар тек алға ұмтылады. Бір өткелден өткеннен кейін екінші өткелден өтеді. Үздіксіз даму, тоқтаусыз қозғалыста болады. Ең маңыздысы, қандай жетістікке ұмтылсаңыз да, қандай игі нәрсені мақсат етсеңіз де, бәрі тек бір Алланың разылығы үшін болуы керек. Алла баршамызға үлкен мақсат қоюды, әрі оған жетуді нәсіп етсін.